Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге қызық историяны айтып берейін. Өмірден алған, өзім сіздерге өтірік маған шын. Мына ит, дәл осындай менде бір ит болған. Бірінші рет келген кезде ол иттің түріне қарасаң аяйсың. Жүндері шығып кеткен, кішкентай күшік, бір сүйкімсіз, бірақ оған жүрек елжіреп, соны алып қораға тығып қойып, үйдегілерге айтпай тамақ беріп жүрдім. Бір-екі күн өткеннен кейін үйдегілер білді де, жарайды алып қал деді. Түріне қарасаң сүйкімсіз күшік овчарка екен. Овчарка болып керемет құлағы тұрып, былай әдемі ит болып шықты. Содан күндердің бір күнінде қой келген кезде күтіп аламыз. Малдарды күтіп алуға сыртқа шыққан кезде көзімше икарус алды да қақты. Банк дегізді да бір кезде қарны шығып кетті ана байқұс. Сол кезде ана түріне қарасаң бір жылағаным есімде. Алдыма келді да аяғым басын аяғыма қойды да көзінен жас ағып, сол жерде жүріп кетті. Енді адам болмайды, енді ол адам болмайтын кез, өйткені ол баяғы заманда оны больницаға апарып жүретін білмеймін, енді ондай болмаған шығар, енді айдалада, ауылда сондай бір керемет оқиға болған. Достар, маған тіркелуді ұмытпаймыз, лайк басамыз, достарымызбен бөлісеміз. Кеттік. Сіздерде сондай ит, мысық, жан түршіктіретін оқиғалар болса, комментарияға жазып кетеміз.